24-ші трек. Күні бойы колхоздың шаруасында болып, кешке келіп, балаларының үсті басына қарап, қажып отырған анасы баласының мына сөзін үнсіз тыңдады. Ал әңгүдік Әжімұрат санын шапалақтап құдай беріп қалды. Міне тамаша, оқудан құтылып, соғашы болған қандай рахат, шіркін, менді алмайды ау. Шеше соған, сабағыңды оқыдың ба деп зекіп алды. Иә, оқыдым, ендеше үніңді өшір, төсегіңе барып ұйықта. Үлкен ұлына үндеген жоқ. Біраздан соң қыздарын жатқызып, шамды сөндірейін деп еңкейе беріп, шамасы Сұлтанмұрат әлдеқашан ұйықтап қалды деп ойласа керек. Еңкілдеп жылап жіберді. Маңдайын қолына сүйеп отырып ұзақ жылады. Ұнжырғасы ырсиып арықтап кетіпті. Екі иығы бүлкілдеп, көпке дейін жұбана алмады. Сұлтанмұраттың да көкірегі қарс айырылып жатқан. Орнынан тұрып анасын аймалағысы, әлденелерді айтып жұбатқысы келіп кетті, бірақ батылы бармады. Анасы байғұс емін-еркін шерін тарқатсын деп кідіріп қалды. Ол тек бұны ғана емес, майдандағы әкесін де, шиеттей балалар мен қысқа жіп күрмеуге келмей, діңкелетіп жүрген неше түрлі жоқ жітікті де ойлап, жылап отыр. Әйелдің аты қашанда әйел, екі көзіне сиынбаса әйел бола ма? Мына председатель Тінәлиев кластан шыға сала, Әңкамал апайдың да көңілі бұзылды. Әлденеге абдырап қалды, үзіліске қоңырау соғылды. Ол болса сыртқа шықпай столдың басында әлі отыр. Бүкіл класс күндегідей қоңырауды ести сала дүркірей көтерілмей, мұғалималарының орнынан тұрып, есікке беттеген күтіп, сілтідей тына қалды. Әңкамал апай табалдырықтан аттай бері жылап жіберді. Көңіл күйімді балалар білмей-ақ қойсын деп, қанша тырысса да бәрібір шыдай алмады. Көзінен жас шығып кетті. Оның класста ұмытып қалдырған картасын мұғалімдер бөлмесіне апарып беруге барған Мырзагүл де екі көзі білеудей боп жылап оралды. Иә, әйелдің аты әйел. Олар балаларды аяп жылап жүр. Жылайтында ештеңе жоқ. Енді бір жылда, мықтаса 2 жылда соғыста бітер. Мектепке сосын барса да жарамай ма? Сұлтанмұрат сырттағы мүгірсіз борап тұрған қарлы боранның бір сарынды өлін тыңдап жатып, осындай ойға шомды. Көзінің қашан ұйқыға кеткенін өзі сезбей қалды. Ертеңіне тұрса, күн әлі борап тұр, бораған қар дөңкейтіп күртік үйіп тастапты. Үзіп-зілдей жалбыр бұлттарды көтере алмай тұрғандай, аспан тіптен салбырап кеткен. Сұлтанмұрат бүрсеңдеп ат қораға әзер жетті. Председатель Тінәлиевтің айтып жүрген шаруасы Сұлтанмұраттың ойлағаннан әлде қайда қиын болып шықты. Ең алдымен олар председательмен әрқайсысына 4-4-тен жүген таратып жүрген ілмиген жирен сақал бригадир шал шегіштің соңына еріп, ат қораның қасындағы шарбаққа кірді. Қар көміп тастаған кең аулада қабырғалары ырсиған жегін аттар ақырлардың түбіндегі пішенінің қалдығын қажап, әрлі-берлі сенделіп жүр. Жылқы жануардың қыста арып, жазда күйленетіні кім-кімге де белгілі. Бірақ мыналардың тек 2 құлағы мен 4 аяғы қалған. Терлері сүйектеріне жабысып қалған. Баптап, жемдеп жатқан ешкім жоқ, қолда бар азғантай жемді ертең егіс кезінде талшық қылмақ. Балалар өз көздеріне өздері сенбей аңырсып қалды. Неге сілейіп тұрсыңдар деді, шекіш күңкілдеп. Мұнда сендерді құйрық жалы сүзіліп, манастың тұлпары күтіп тұр ғой деп бедіңдер? Шетінен ұстай беріңдер түгі. Енді бір 20 күннен соң бұлар түктері жылтырап шыға келеді. Көрерсіңдер де білерсіңдер, жылқы жарықтық аузы бір күн көкке тисе болды, құлпырып кетеді. Не қажеттің бәрін тауып береміз дейді председатель. Кәне, бастаңдар. Әрқайсың 4-4-тен беттеріңе қараған атты ұстаңдар. Міне қызық. Осы бір өңшең арық-тұрақтың ішінде әкесінің 2 аты Дәуторы мен Шабдарда жүр. Әуелі қылаңытқан түсіне қарап, Шабдарды көрді, сосын Дәуторыны таныды. Үстері үрпе-түрпе, бастары қазандай, 4 аяғы 4 дал шидей, ілініп салынып әзер тұр. Сұлтанмұрат күлерінде жыларында білмейді, әкесі екеуінің баяғы қалаға барғандары есіне түсті. Әкесінің барында бұл екеуіне көрерге көз көрек еді. Ал қазір қара. Дәуторы мен Шабдар арба жеккенде қалай-қалай желігетін еді.
Ендігі тұрыстары мынау. Мына қараңыздар, менің әкемнің аттары деп айқайлап жіберді ол, председатель мен бригадирге қарап. Шабдар мен Дәуторы. Дұрыс айтасың, бұл екеуі баяғы Бекбайдың аттары, деді Шекіш шал сөзін құптап. Ендеше бұл екеуін сен ал, әкеңнің аттарын ешкімге берме, деді председатель. Сұлтанмұрат әкесінің қос атына қосып тағда екі атты Ақжал мен Кершолақты ұстады. Төртеуін бұл енді қос түренді соқаға жегетті. Қалған балаларды аттарын ұстап болды. Сөйтіп олар 1943 жылдың қысында мектепті тастап, жаңа бір дәуренді бастады. Жұмыс деген олар ойлағандай емес, бастан асып кетті. Біресе ат қорада, біресе ертең егіс салатын соқаларын жөндеп жатқан кәрі ұста, борпы шал мен соның балғасын соғатын ақсақ көмекшісінің қасында екетек боп жүгіріп жүргендер. Күні кеше күлгі лақтырып тастаған ескі құсқы темірлердің тотын тазартатын, бұрандаларын ағытып алатын, майысқан жерін тегістейтін де солар. Әлдеқашан жүзі кетіп, темірі тозып, тек жұрнағы қалған көне түрендер де қайтадан кәдеге асуда. Егіста олардың майысқан жерін тегістеп, қайтадан қып-қызыл шоққа ұстап, мұп-мұздай суға малып, шыңдап жатыр. Көне түреннің қайта шыңдалғанымен қажетке аспай қалатында аз емес. Ал алда-жалда қажетке жарай қалса, барып шал жүрегі жарыла қуанады. Балға соғатын көмекшісін ұстахананың төбесіне шығарып, ол қорада жүрген балаларды қол бұлғап шақыртып алады. «Әй, соқашылар!» деп айқайлайды ақсақ балғашы. «Үстігім шақырып жатыр, мұнда келіңдер!» Балалар жүгіріп келеді. Барып шал жаңа ғана қайта шыңдалған ып-ыстық, ап-ауыр түренді көрсетіп, масаттанып қояды. «Мә, ұста!» дейді бұған дейін. Түрен тимеген біреуіне беріп. Ал қолыңа ұстап, көтеріп көр. Қалай екен? Кән соқаңа қадап көрш. Бәлем. Аймен күндей боп аймаласып қалған жоқ па, сабаздарың? Ертең аңызға түскенде Тәшкеннің шарайнасындай жалтырап шыға келер әлі. Көрмейсің бе? Бетіне суретің түсіп тұрған. Бір бой жеткенге айнағылды апарып берсең, сені қашан көрге кіріп кеткенше ұмыталмас. Бар енді, ана өз сөреңі апарып салып қой. Ертең егіске шығарда бірақ аларсың, солай достым, ендігісін тағы да біреуіңе берем. Ешқайсыңда да құр қалдырмаймын, бәріңе де жетеді. Аман болса кісі басына 3 түреннен соғып берем. Бұл барып шалдың күнде күйреп түсіп жатқан тісінің орнына жаңадан тіс қондыра алмайды, қалғанның бәрін қатырады. Түрен жетпейді екен деп қам жемеңдер. Түренді көздеріңнен келтірем. Ертең егіс басында бізге талай алғыс айтасыңдар әлі. Бұл дүниенің тірегі түренде тұр ғой. Түренсіз соқа не бітіре алады? Түрен батып кірмей, аңыздың ажары болмайды. Түрен мұқалса, соқашы сорлайды дей бер. Гәптің бәрі түренде. Барып шал жарықтық жақсы адам. Өмірі осы ұстаханада өткен, мақтаншақ болғанмен өзіне өлімін салады. Балалар Әбзелхананың да босағасын тоздырып болды. Шекіш бригадирдің бұйрығы солай, әбзелдеріңді өздерің сайлап алыңдар. Қазірден қамданбасаңдар, ертең қарқ боп қаласыңдар. Әбзел болмаса қылпылдап тұрған түреннің де арындап тұрған аттарыңның да құны 5 дейін дейді. Оныкі де дұрыс. Сондықтан да олар ат тұрман жөндеп жатқандардың қасынан шықпайды. Бірақ бірін айтты ертең соқаға жегетін аттарды айт. Олар ертеден қара кешке дейін атқораның ішінде тұшқындайды да жүреді. Түннің бір уақы болғанда аттардың алдына таң атқанша қажап шығатын қалжау тастап, үйге әзер қайтады. Асықпаса болмайды, уақыт қалмай барады. Январдың да құйрық жалы күзеліп келеді. Ендігі жегін аттарды жемдеп, тыңайтуға ең көп болғанда 35 күн ғана қалды. Сол уақыттың ішінде жануарлардың ырсиған қабырғаларын жауып, аяқтарынан тік бастыру соқашылардың ең басты уайымы. Жегін жылқының алдынан күні түні жем кетпеу керек. Тінәлиевтің кесіп пішуінше, февраль таусылып, жер қардан босар-босамастан Ақсай алқабына түрен тиюі керек.
Бір кезде адамдар Ақсайда жер шыртып егін салыпты, бірақ неге екені белгісіз көп ұзамай тастап кетіпті. Шамасы алыс сынған болулары керек. Оның үстіне жері тегіс емес, бүйрат, суаруға өте ыңғайсыз. Шекіш бригадир айтады: оның әкесі Ақсайға егін салған адам я астықтың астында қалады, я талшықтап алмай, ала дорбасын алдына салып қайыршы болып қаңғырып кетеді дейді екен. Ақсайдан астық алам дейтін адам әуелі сыз кетпей тұрып жер шыртып үлгеру керек. Сосын аспанға алқалай жайып жаңбыр тілеу керек. Шекіш шал ылғи осылай дейді. Ал Тінәлиевке айтқызсаң, диханның өмірі ылғи нар тәуекел, тәуекелсізді ер көгермейді, жер көгермейді. Оның өзінің де сеніп жүргені сол нар тәуекел. Тәуекел жер шыртатын түренде табылар. Тәуекел биыл жаңбыр да жауар, тәуекел еңбегіміз жанып, Ақсайда астықтың астында қалармыз. Күндер өтіп жатыр. Бір апта болмай жатып, Атқорадағы көп жадауға жан бітейін деді, бол түйіп бүйірлері шықты, көздеріне жылт оралды, күн көрініп қар жібіді. Қыстың да тегеуріні қайтып қапты. Аттарды енді күндіз күн шуаққа, сырттағы шым ақырлардың қасын алып шығатын болып, күн шуақта жылқы тәбеті ашылып тезірек қоң жияды. Дуалдың ұзына бойына едектей салған ұзын шұбақ ақырлардың жанына Ақсайға жер жыртуға баратын 20 ат қаз қатар сап түзепті. Әркім өз аттарының қасына кеп, сымша тартылып тұра қапты. Тінәлиев оларды Ақсай десанты деп атады. Күнде таңертең өзі кеп, әзірліктерін тексеріп кетеді. Бригадирлер де, арбакештер мен бақташылар да бұларды енді десант дейтін болады. Оларға деген жабдықтың есебі көп. Ақсайдың аттары, Ақсайдың жемі, Ақсайдың соқалары, атқораның маңынан жүрген жан бас сұқпай өтпейді. Бәрі де десанттың жағдайын біле кеткісі келеді. Ақсай десанты енді бүкіл ауылдың аузына ілікті. Тінәлиев десанттың командирлігіне Бекбайдың баласы Сұлтанмұратты тағайындады. Оның бұл шешімі әрине Анатайдың шамына тиді. Ол бірден: командиріміз неге Сұлтанмұрат болды? Біз бәлкім басқа адамды қойғымыз кеп тұрған шығар деп дүрсе қоя берді. Сұлтанмұрат та мұны естігенде шыдай алмады. Маған командирліктің қажеті жоқ. Қызғансаң, өзің бола ғой деп салды. Еркінбек пен Құбатқұл да қыстырылып кетті. Анатай, сен шынында да іштарлық жасап тұрсың. Жұрттан ала бөтен сен неге шыжбалақтайсың? Сұлтанмұрат командиріміз боп тағайындалған екен, болсын. Ал Ергеш Анатайға жақтасты. Анатай неге командир қоймаймыз, күшті десең күшті. Сұлтанмұраттан тек бойы ғана аласа, мектепте осы ылғи староста сайлап жатушы ек қой. Командирді де сайлап қоялық, әйтпесе тек бірдеңе болса ауызға алдымен Сұлтанмұрат ілігет. Тінәлиев көпке дейін басын шайқап, үн-түнсіз күле тыңдап тұрды. Кенет жүзін суытып, кәні дауды доғарыңдар деп шекірді. Мұнда кеп сапқа тұрыңдар, десант болғасын ең алдымен темірдей тәртіп қажет. Құлақтарыңды енді маған салыңдар. Естеріңде болсын, командир сайланбайды, оны жоғардағы бастық тағайындайды. Ал ол бастықтың өзін кім тағайындайды деп қасарысты Ергеш. Оны одан да жоғарғы бастық тағайындайды. Балалар үнсіз қалды. Балалар біліп қойыңдар деді председатель. Қазір соғыс кезі. Қайда да әскердегідей темір тәртіп орнатпай болмайды. Мен сендер үшін басыммен жауап берем. Екеуіңнің әкең қаза тапқан, үшеуіңнің әкең майданда жүр. Сендер үшін тірілердің алдында да, өлілердің алдында да жауап беретін менмін. Мен өз мойныма ондай жауапкершілікті сендерге сенгендіктен алып отырмын. Ертең соқаларыңды жегіп, итарқасы қияндағы Ақсайға барғалы тұрсыңдар. Көп күн, көп түнді айрықша тапсырмамен жүрген десант секілді айдалада ел жұрттан жырақ оңаша өткізесіңдер. Сонда сәл нәрсеге бола осылай қызарақтасып жатсаңдар, қайтып бірге өмір сүресіңдер. Председатель Тінәлиев атқорада сап түзеп болған балалардың алдында міне осылай деді.
Олардың алдында иіннен әскердің сұр шинелі, басынан әскердің сұр құлақшыны түспейтін, мойнынан әскердің жол сумкасы қалмайтын, қашан көрсеңде ойланып, қашан көрсеңде толғанып тұнжырап, жап-жас басымен бір жақ бұғанасынан айырылып, ылғи бір бүйіріне қарай қисайып жүретін бұрынғы парашютшы тұрды. Председатель Тінәлиев командирлігіне Бекбайдың баласы Сұлтанмұратты өзі тағайындаған Ақсай десантының алдында айна қатесі жоқ дәл осылай деді. Адамдарға да, аттарға да, құрал саймандарға да жауап бересің деді ол. Ақсайға салынатын егіске де жауап беретін сенсің. Жауап беру деген сөз, берген тапсырманы мүлтіксіз орындау деген сөз. Қолыңнан келмейді екен, орныңа басқа адамды тағайындаймын. Ал оған дейін сен туралы ешкімнің ешқандай әңгімесіне құлақ аспаймын. Председатель Тінәлиевтің сол күні атқораның ішіндегі Ақсай десантының шолақ сапы алдында тұрып айтқаны осы болды. Соқашылар оның жүзіне тамсана қарап қапты. Қандай тапсырмасында қалтқысыз орындауға әзер тұр. Олар оны алдарында ақсаудың киіп, ақсемсерін түріп, қырау шашты қыран көзді алып манас тіріліп кеп тұрғандай, ал өздерін соның соңынан дүркірей атқа қонуға белдерін буып, бес қаруын іліп дайын тұрған бағзының батырларындай сезінді. Алып манас бар үмітін артып, батасын айтып, алыс сапарға аттандырғалы тұрған батырлар сонда кім еді? Біріншісі әлемге әйгілі Сұлтанмұрат батыр. Жасы 15-тен жаңа асты. Бірақ жас болса да бас боп тұр. Асқан ақылымен ерен ерлігі үшін командир боп, сол Бекбай баласы Сұлтанмұрат тағайындалды. Оның әке біткеннің бәрінен артық, бәрінен сүйікті қайран көкесі ол кезде алыс жорықта, қан қасап ұрыста жүреді. Ол өз тұлпары шабдарда Сұлтанмұратқа қалдырды. Өйткені Сұлтанмұраттың інісі артық туған Әжімұрат әлі кішкентай еді. Ол шалдуар шәлкестігіне, бозөкпе шикілігіне, талай жерде қырын кеп, қияс кетіп жүрген қияңқылығына қарамастан жалғыз інісін жанындай жақсы көруші еді. Батырдың астында аты жүргенде артында ғашығы қалмаушы еді. Сұлтанмұрат батыр да атақты сұлу Мырзагүл Бикешті өлердей сүюші еді. Мырзагүл Бикештің сұлулығы соншама, беті атқан таңдайды, сымбаты сылаң шынарды, жанары түнгі алауды, қақ жарған қалың мұнарды. Екіншісі әлемге ат шулы Анатай батыр. Жасақтың жас үлкені, көп замай 16-ға толады. Бойы Сұлтанмұраттан сәл аласа болғанымен, ешкімнен еңсесін жықпайды, ешкімге есесін жібермейді. Күші атан түйедей, тұлпары да нағыз батырларға лайық, атекеш атына дейін соған айғақ. Оқ торы. Анатайдың әкесі де алыс жорықта, қанқасап ұрыста жүр. Анатай да ай дидарлы Мырзагүл Бикеш дегенде ішкен асын жерге қояды. Есіл-дерті сұлу қыздың жаңа піскен шиедей қып-қызыл ерінен бір сүйу. Үшіншісі сүйікті Еркінбек батыр. Бір шаңырақтың бас көтерері, жолдасы үшін жанын берер адал дос. Ол өзінен өзі күңірене күрсініп, жұртқа көрсетпей көзіне жас алады. Әкесі әлгі алыс жорықта, Мәскеу қала түбінде ерлікпен қаза тапқан Еркінбектің тұлпары да нағыз батырлар мінер Сайгүлік аты Ақбайпақ. Төртіншісі ер жүрек Ергеш батыр. Жан жолдас, жақсы дос, оның да жасы 15-те, даумен талас дегенде арқасы қозып кетеді. Өз пікірінен айнымайды, ісіне мығым. Оның да әкесі әлгі алыс жорықта қанқасап ұрыста жүр. Оның тұлпарыдан нағыз батырларға лайық алтын тұяқ.